Сәлем баршаңызға. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жент дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға талғанымызды салып, үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз да, үстіне 1 қасық қант ұнтағын қосып, және де 1 ас қасық бал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын сгущенканың жарты банкасын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, және де соңында қолмен жақсылап араластырамыз. Қолмен мұшқылап араластырған кезде видеода көрсетілгенде бір-біріне жабысатындай болып тұруы қажет. Кейін өзімізде бар кез келген формамызға салып, видеода көрсетілгендей жасап аламыз. Менде печенье арналған формалар бар, соның ішінен 3-еуін таңдап, соларды пайдаландым. Егер де жентіміз формасын ұстамай тұрса, тағы да сгущенка қосып жіберуімізге болады. Дайын болған жентімізді тоңазытқышта 1 сағаттай ұстаймыз. 1 сағаттан кейін әдемі болып формасын ұстап тұрады. Дәмі қатты тәтті болмайды, өте дәмді болады. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.